Ассалаумағалейкум. Мен өткенде опрос жібергенмін, камера 360 пен Snapchatқа Photoshop істеп үйретемін деп. Жалпы бұны барлығыңыз білесіздер ме? Қысқаша көрсетейін. Бірінші Snapchat'тан бастаймыз. Мен әдейі мынандай қараңғы түсті, артындағы лишний адамдар бар фотоны таңдап алдым. Бірінші бізде ручканың суретін басып, коррекциядан бастайық. Коррекцияны кез келген Photoshop істеп жүрген адам біледі. Коррекцияда бұл яркость, контраст, цветной баланс, тепло барлығын қолданып жүрсіздер деп ойлаймын. Осының ішінде цветной балансты көрсете салайын. Цветной баланс дегеніміз светлый заттардың барлығын түс береді бірдей. Кейінгі бізде осы мінекей жақындатып көрсеткенде осылай коррекцияға тағы бір көрсете салайын. Екінші мінекей көріп жатсыздар, контраст, насыщаемость, цветной тени. Тени деген болады көлеңке, яғни қараңғы түстегі жерлерді, яғни көріп жатсыздар, қараңғы көлеңке сияқты жерлерді автоматически ағартып береді. Екінші бізде тепло. Теплоны білесіздер. Тепло яғни ыстық. Ыстық яғни минусқа жіберсеңіздер бұл суық түсті, яғни көк түсті береді. Жоғарылатсаңыздар сепия, яғни сары түсті береді екен. Келесі бізде кодировать. Жоқ, мен біткен жоқ екенмін әлі. Насыщаемость білесіздер, бұл жерде қызыл не барлығы. Мен көбінесе бірінші монтаж істеп алып, кейіннен үстіне аудиозапись басам. Кодировать, яғни обрезка фото, оның қырқастар, оның барлығымыз білеміз. Кейінгі перспектива. Бұл маған көбінесе білмеймін, аса қатты ұнай бермейді. Дәл осындай түрлі нелер білесіз. Кист келесі бізде тура Pixar'тағы сияқты бұны экспозиция, яғни ағарту, сарғайту, насыщаемость беру, өзіміздің қалаған жерге жақындатып мінекей тура өстіп түрін бояйсыздар. Яғни кейбіреулер болады, фотосы қарайып кеткен, беті қараңғы болып қалады, соларды ағартуға жақсы. Точечно келесі бізде мінекей температура, температураны көрсете салайын. Астындағы фотоға мән беріңіздер, мен сол жерді бояп жатырмын. Қараңыздар, сарғайып жатыр. Егер көзіңізге көрінбей жатса, көздің суретін басқан кезде осылай сіздің бояған жеріңізді көрсетіп береді. Яғни көрдіңіздер, тек сол жерге ғана тепло берді. Келесі бізде мынандай точечно деген осындай функция бар. Бұны керек емес жерді белгілеп аласыздар. Мінекей осылай жоқ қылып жібереді. Яғни артық керек емес біреулердің қол түсіп қалады, несі түсіп қалады, осындайға осы жақсы көмегін тигізеді. Мен қазір көп қылып не қылайын, бірақ жан жағындағы фонды бұл автоматически тартып алады. Сол үшін кішкентай қылып, барынша кішілеу қылып бояған дұрыс. Мінекей бұл осындай функция береді. Келесі бізде текст өткенде бір жігіттер салып жатты, яғни керемет істелген тексттер осы жермен істелінеді бұл. Үлкейтесіздер, кішірейтесіздер, қазір мен жазып көрсете салайын. Дважды, екі рет басқан кезде осылай ашылады. Қазір мен Miko Pro Photoshop деп жаза салайын. Окей. Жаздым. Окей, мінекей тура осылай шығады. Мына жерден қалағаныңызды таңдайсыздар. Яғни карта сияқты шашылып тұрған мына жерден түс таңдайсыздар. Келесінде карта сияқты шашылып тұрған жерден фигураларды ауыстырып отырасыздар. Мінекей көрдіңіздер, фигуралар дәл осылай ауыстырады. Егер ортадағын бассаңыздар, қазір тамшының суреті сияқты ортадағы функция қазір көрсетемін сіздерге. Жоқ, мінекей азайтады, түсті азайтады. Яғни мына шетіндегі ақ-қара инь-янның белгісі сияқты ол түсті, яғни ары-бері алмастырады екен. Тура біздегі Pixar'тағы маска сияқты. Келесі бізде резаск, яғни білесіздер, қатты не береді. Кейінгісі поворотты да білесіздер. Поворот, теріс айналдырып не аламыз. Баланс белгі. Бұл қалай дейді, түс, қай түске қоясыздар, сол түстің көптеу қылып береді. Мысалға мінекей ақ түс па, ақ түсті көптеу қылады, сары түс па, сары түсті көптеу қылады. Бұны пайдаланып білгенге жақсы функция. Мінекей көріп жатсыздар қалай жұмыс істелетінін. Келесі бізде выбрачно, яғни таңдалған жер. Бұны жақындатасыздар, мен баяғыда көп пайдаланатын ем осыны, Pixar'ты қолданбай жатып. Неге көрдіңіздер, өзіңіз таңдаған жерді қалай ағартады. Тек қана бір жерді таңдап қана ағартасыздар. Қазір шығып қайта кіріп көрсетейін. Окей. Қазір мінекей жоғарыдағы баланың бетін қараңыздар, көрдіңіздер, бір ерекше вспышка тек соған түскен сияқты аппақ болып, әдемі болып тұр. Выбрачно тағы да көрсетейін. Ар жақта қызға мән беріңіздер, қараңғы жақта мінекей көрдіңіздер, қатты ағартады бұл. Дәл осылай. Жоғарыдағын көрсетпеппін ғой, мінекей. Екі деген көріп тұрсыздар, қазір жоғарыда сохраниттің ортасындағы сол жерден мінекей 3 точка шығады, удалит, яғни эквалайзердің сияқты әртүрлі функциялар ол өшіреді.
яғни қайтып дұрыстайсыздар. Қатты ағарып кеткен жағдайда осымен дұрыстайсыздар. Қазір мен өшіріп тастай салайын. Фотоның оригиналды варианты қалған маған дұрыс. Винетка кәдімгі ломоның қызметін атқарады бұл. Мінекей былайынан қарайтсаңыздар да болады. Плюске жіберсеңіздер ағарады бұл. Плюске жібергенде ағарады. Енді астыңғы функциялар. Бұны жалпы бір фотоны алып өзіңіз ерінбей отырып не қылсаңыздар жақсы түсініп аласыздар. Кейінгісі қазір көрсете салайын. Мінекей эффект HDR кезінде хит болған эффект бұл. HDR яғни көбісі қызығады осыған. Мінекей фотоға бір басқаша HDR деп аталады бұл. Кейінгісі тон крас, яғни не ретро, қазір мен қолданып жатқаным ретро. Мінекей размытие бұл блур, яғни фото автофокус беру. Бұны қалаған бағытыңызда майыстырасыз, үшкілетесіз, қалаған бағытыңызда бармақпен бұны турлап аласыздар. Винетка соңғысында. Винетканың жанында бұл винетканы азайтсаңыздар екі жақ қараяды, қайтып көбейтсеңіздер қараяды. Бұл да бір фотоларға әдемі эффект береді, бұны пайдаланып білсеңіздер. Кейін жалпы осы енді ішіне кіріп өзіңіз фотоларыңызды жақсылап істесеңіздер, түсінетін драма дегенді көрсете салайын. Драма міне көрдіңіздер. Бұл да бір светті, яғни әртүрлі түсті жақсы қалай дейді, жақсы меңгертіп қояды. Өзі автоматически қойылады. Бұл жерде PicsArt сияқты қатты қолмен істеудің қажет жоқ. Астындағы лица деген де бар, мен бұда көрсетпеппін. Мінекей Blex деген бұл жұмсақ не береді. Астындағы лица деген бар, айта кетейін. Сол лица деген бетіңізде тек қана адамның бетін ғана жұмысын орындайды. Келесі бізде камера 360 кіреміз. Альбомға кіреміз. Біріншіден өзіміздің суретімізді таңдап аламыз. Мінекей мен разноцветный түсті таңдап алдым. Камера 360 негізінен достар бұл өте оңай программа. Бұны аса қатты түсіндірудің қажеті жоқ. Бірінші оттенка. Оттенканы білесіздер. Яғни түсті әртүрлі светке ойнату. Кейінгісі мінекей қазір текстураны көрсете салайын. Текстура деген мынандай әдемі зат. Мінекей бұл дайын. Көбісі осындай текстураға қатты қызығатындар бар. Ол қызығатындар үшін арнайы осы текстура, осы бір жақсы эффект. Мінекей екіншісіне көрейін. C4, C5 деп осылай шығып тұрады. Мінекей осылай әдемі қылып даусым қайырлайын деді мен. Дәл осылай ішіне кіріп көріп суретін басып шықсаңыздар ары қарап. Мінекей мына свет деген осы. Көбісі бұған мән бермейді. Мінекей қазір мен жасыл түс таңдадым. Жасыл түс таңдасаңыздар тек қана жасыл түстегілерге ғана рөл ойнатады бұл. Свет деген осындай кереметтілігі бар. Мінекей қазір көк түс таңдаймын. Шәкпе бізде көк болып тұр. Міне голубой. Енді шәкпеге мән беріңіздер қарап. Одан басқа іш жер бізде өзгермейді. Тек қана көк түсті фондар. Бұмен светтерді әртүрлі қылуға, яғни тек қана бір жердің светін орнатуға керемет мүмкіндік. Кейінгісі бізде ориентировка дейді, немесе басқаша дейді. Слой, яғни қараңғы жерді жарық жерге лақтыру, жарық жерді қараңғы жерге лақтыру сияқты керемет мүмкіндігі бар бұның. Ішінен ерінбей шұқылап шығасыздар. Қазір бұның барлығын жеке-жеке таныстырсам көп уақыт мінекей көріп жатсыздар. Ортасын ғана ағарту. Бұл PicsArt сияқты аса қиын мәселе емес. Кейінгісі бізде портрет. Портрет қазір менде размытие кетіп жатыр. Размытие. Кешіресіздер, мен 8 минут бойы сөйлеп бірінші рет видео түсірдім, сол үшін. Достар, мінекей портрет деген бар. Ол беттеріңіз толық, көзіңіз барлығы түскен жағдайда бұл тура YouCam Perfect сияқты барлығын жөндеуге болады. Кейінгісі бізде мынаны оқып үлгере алмай қалдым. Осы бір функция бар. Артын бір керемет кист. Бұл кист маған қатты ұнайды. Қазір өзім таңдап тұрған кист. Мінекей дұрыс көрінбесе қазір көрсете салайын. Адамның мысалға бір видеоларда болады, бетін бұлдырлатып тастайды. Тура сол осы жермен орындасаңыздар болады. Достар, бұл аса қатты қиын емес. Мен қысқаша түсіндіріп жатырмын барынша. Камера 360 өздеріңіз кіріп істесеңіздер. Енді бізге ары қарап фильтрлер. Бұл готовый фильтрлер. Өзіңіз қалағаныңызды таңдап, мына жерден азайтып, көбейтіп, мінекей Magix, Which Loved Lady. Маған ең ұнайтын фильм фокус. Фильм. Мінекей әдемі эффект, ең әдемі эффект беретін фильм. Қалғандарын көрсете салайын. Мінекей бұл да бір HDR сурет сияқты нені береді, көріп жатсыздар. Кейінгісі бізде аспанға не беру. Мінекей мен өзім суреттерім осылай істеген болатын. Осындай функциялар орындайды. Суретті көріп тоқтатсаңыздар. Тағы осындай да функциялар бар. Мен алдым түсіндірмей кеттім. Бұда аспаннан түрлі аспан денелерін шығарып қоятын осы 360-пен жасалады. Кейінгісі бізде скетч.
скетч, мінекей скетч көріп жатсыздар. Скетч. Енді мінекей бұда да HDR бар. Бұның HDR аса қатты әдемі деп айта алмаймын. Snapsettік сияқты. Magic Color. Бұл тек қана міне көрсетіп тұр зонтикпен. Жасыл свет па? Тек қана жасыл свет, қалғандарын простой қылып тастайды. Көк свет тек қана көкті қалдырады да қалған жерлерді черно-белый қылып тастайды. Бұның осындай қасиеті бар. Ары қарап черно-белый, HDR черно-белый. Ары қарап осылай енді мынау типа призма сияқты. Бұл да бір призма сияқты бір түрі. Енді бұл жерде ең маңыз плюс батырмасын көріп тұрсыздар. Осы жерден кіресіздер, көбісіңізде менде көрсетілген фильтрлер жоқ болуы мүмкін. Тура осы жерге өзіңіздің электронный почтаңызбен тіркелесіздер. Тіркелгесін сіздерге сайт арнайы бесплатный фильтрлерді ұсынып отырады. Соны сіз скачать етіп, керемет нелерді пайдалансаңыздар болады. Ал тіркелмесеңіздер, сізде дәл менікі сияқты не шықпайды. Енді мына жерден көрсете салайын, камера 90. 90-дің ішінде көбісі байқамайды, осы жерде 90-ға кіресіздер. И осы жерде фотоплакат. Pip камера деген программаны білесіздер. Тура осы жермен орындалады, мінекей. Менің өзімнің жасаған фотоларым. Мынау кинотеатрға суретке түсіп бірден қойсаңыздар болады, или фото. Бұл жер фотоның түзулі емес екенін таңдайды. Енді қазір көрсете салайын, мінекей. Мен бұл теппешектегі фотоны өзім алдында істеген болатын, мінекей. Тура фото таңдайсыздар, қазір мен өзім жасаған мінекей көрсетіп қойдым. Тура осындай әдемі эффекттер шығады жалпы достар. Осындай қасиеттері бар. Ары қарап таңдай бересіздер. Қасындағы рамкалар, ары қарап мови фото, ол кірген кезде өзіңіз түсініп аласыз. Мен оны мүлдем қолданбаймын. Жалпы осы достар қысқаша түсіндіріп өттім. Сау саламатта болыңыздар.